Екі тарау. Адам ешқашан әлемнің заңдарын аша алмайды. Дүниеге көзқарасымыз тек жер заңдарымен ғана шектелмейді, сонымен қатар бұл заңдарды өзіміз қалай түсіндіретінімізбен де шектеледі. Адам шындықты өзінің сезім, ғылым және әлеуметтік білім призмасы арқылы қабылдайды. Олар өз кезегінде осы бір планетаның өнімі болып табылады. Бұл тұйық шеңберді тудырады, одан құтылу мүмкін емес. Заң жерлер. Заңдар біз физика, химия және биология біз байқаймыз, тек бірегей біздің планетамыз үшін. Олар бізге бұйрық береді өмір, ойлау және даму. Тіпті ғаламды зерттейтін ғылымымыз мүмкін жердегі жағдайларға негізделген күрделілік бөлігінің кішкене бөлігі ғана жүйелер. Сондықтан біз ешқашан ғаламның құпиясын ашпаймыз. Біз ғаламдағы қателер, ғалымдар емес, кішкентай жер планетасы ғалам. Шектеулі қабылдаулар. Біздің сезім мүшелері мен аспаптар жасалады айналасында не бар екенін түсіну үшін біз. Мұның сыртында біз бетпе-бет келіп отырмыз, толық түсіну мүмкін еместігі басқа нәрсе. Мысалы, басқалар үшін уақыт планеталарда немесе басқа галактикаларда ағындар мүлде басқаша. Бұл адам нені тірі емес деп санайды, онда бар шығар өмір сүру формасы біз жай көре алмаймыз немесе түсіну. Өйткені бізді қоршап тұрғанның бәрін зерттейміз, ережелері мен заңдарына сәйкес ғана жер планетасы. Әмбебап шындық. Үшін артында не болып жатқанын түсіну үшін жерден тыс өзгерту қажет ойлаудың өзі. Егер бұл тіпті мүмкін бе? Бұл ғылыми көзқарас болуы мүмкін емес, сонымен қатар әдеттегіден шығу әрекеті ұғымдарды философия арқылы, жасанды интеллект немесе биотехнология. Жердегі табиғат заңдары айналамыздағы шындықты зерттей отырып, біз түсінген нәрселердің көрінісі ғана. Адам заңдарды жасамайды, ол оларды ашады және өз қажеттіліктеріне қарай бейімдейді. Бірақ дәл осы бейімделу біздің ойлауымызды шектейді. Біз әлемге жердегі көзқарастың объективі арқылы қараймыз, бірақ ол мүлдем басқаша болуы мүмкін, субъективті. Заңдар табиғат адамның ойлап тапқаны емес. Біз тек құбылыстарды сипаттаудың жолдарын табамыз, бізді қоршап тұрған. Және координаталар жүйесі, математика жасалған құрал әлемді түсіну үшін, бірақ олар әмбебап емес. Табиғи әлемнің энергиясы. Егер онда энергия ғаламда бар өмір сөзсіз, бірақ оның формалары болуы мүмкін біздің түсінігімізден әлі алыс, біз оларды көре алмайтынымызды да түсіну. Өмір басқа планеталарда бұл қажет болмауы мүмкін, суда, көміртегі немесе басқа да таныс бізге элементтер. Шектеулі адамның қабылдауы. Біз ғаламды тек призма арқылы көреміз, сәйкес келетін заңдарымыз жер, бірақ ғарыш үшін міндетті емес. Тіпті егер біз басқа планетаға ұшсақ, біз оны заңдар арқылы түсіндіреміз, біз үйренгенбіз. Ғылым және оның шектері. Ғылым бұл күшті құрал, бірақ ол жердегі тәжірибе негізінде дамиды. Әрекеттер жер заңдары арқылы ғаламды түсіну қате және өте шектеулі. Біз тек білімімізбен ғана емес, сонымен қатар жер планетасы жағдайында қалыптасқан қабылдаумен шектелеміз. Біз табиғат заңдары деп атайтын нәрсенің бәрі біздің планетамыздың аясында және тек осы жерде жұмыс істейді. Бірі ғылымның эволюциясы. Натурфилософия барлық ғылымдардың негізі болды, бірақ бастапқыда бұл табиғатты түсінуге талпыныс болды нақты ғылымдар тұрғысынан. Математиканың, физиканың, химияның және биологияда біз құралдарды жасадық, құбылыстарды түсіндіруге көмектеседі жерде, бірақ олар міндетті емес, ғалам үшін әмбебап болып табылады. Шектеулер адам санасы. Ғалам шексіз, біз тіпті мүмкін емеспіз оның растығын шамамен елестетіңіз масштаб. Біз өмірдің сол формаларын ғана көреміз және түсінеміз, бұл біздің тәжірибемізге сәйкес келеді. Бұл суретке сәйкес келмейтін кез келген нәрсе бізге жансыз болып көрінеді. Өмір әртүрлі формаларда. Өмір ұқсас болуы міндетті емес, жасушалар, қан немесе дыңқ бар біздікі. Ол басқа формаларда болуы мүмкін, біз тани алмаймыз. Тіпті тастарды немесе жұлдыздарды көруге болады, егер біз өзімізді өзгертсек, өмір формалары ретінде өмір сүру нені білдіретінін қараңыз. Антропоцентризм шектеу ретінде. Адам өзін барлық нәрсенің өлшемі деп санауға бейім. Біз тірі дегенді ғана айтамыз, ол бізге ұқсайды және бәрі өлі демалыс. Мұндай көзқарас біздің түсінігімізді шектейді, әлемді және шындықты көруге кедергі жасайды, өмірдің әртүрлілігі. Міне шыбын, ол ұшады, бірақ оның асқазаны жоқ. Міне сізге биологияның бәрі. Не, шыбын тірі емес пе? Жоқ, ол тірі.
және басқа да көптеген мысалдарды келтіруге болады. Сондықтан өмір біз үйренген шеңберден тыс болуы мүмкін. Адамның қабылдауы соншалықты тар. Біз қоршаған әлемді жақсы түсіну үшін биология, тірі материя, жансыз материя сияқты категорияларды жасаймыз. Бірақ бұл абсолютті шындық емес, біздің сипаттау тәсіліміз. Шекаралар биология. Біз үшін биология ғылым ретінде ойлап табылды, біз білетін өмірді зерттеу. Бірақ өмір ең күтпеген пішіндерді қабылдауы мүмкін, бізге сәйкес келмейтін формалар, презентациялар. Мысал шыбынмен бұл тіпті әдеттегідей көрсетеді. Жер бетінде тіршіліктің кең ауқымы бар организмдер құрылысының нұсқалары. Өмір кәдімгі жүйелерсіз. Тірі жаратылыстар онсыз да өмір сүре алады. Асқазан, қан немесе басқа әдеттегі атрибуттар. Егер қанды кез келген басқа затпен алмастырыңыз, ол организмнің тірі болуына жол бермейді. Шектеулі адам ойлауы. Бізде ойлауға дағдыланған жер бетіндегі тіршілікке қолайлы. Бірақ бұлар терминдер бізге өмірді түсінуге көмектеспейді. Басқа орта, мысалы, жағдайларда ғарыш. Адамдар көбінесе олардың мүмкіндіктерін асыра бағалайды. Біздің ғылым жартылай ғана қалай жұмыс істейтінін түсіну. Шағын планета. Энергия өмірдің негізі. Өмір тек биологиялық жиынтық емес, энергия және процесс ретінде. Робот, адам және басқалары энергия мен ақпаратты ұйымдастырудың әртүрлі формалары болып табылады. Өмір қозғалыс, алмасу, үйрену, әрекет ету, даму. Ал егер роботыңдай үйренсе, жауап бере алса, шешім қабылдай алса, ол өз мағынасында өмір сүреді. Бұл өмірдің басқа түрі, биологиялық емес, технологиялық. Ал планеталар, күн, айда қозғалыстағы энергия, сондай-ақ басқа жылдамдықта, әртүрлі масштабта және процестерде тірі жүйелер. Тіршілік міндетті түрде жасуша мен қан емес, өмір, тіршілік пен дамуды қолдайтын энергия динамикасы. Өмір алуан түрлі және біз оның бір бөлігін ғана биологиямыз бен қабылдауымыз призмасы арқылы көреміз. Ал энергия әлемде бар барлық нәрсенің негізі. Адам күрделі биологиялық машинаға ұйымдасқан энергияның көріну формаларының бірі ғана. Біз қозғалатын, өсетін және көбейетін нәрсені тірі деп есептейміз, өйткені біздің биологиямыз және қабылдауымыз осылай реттелген. Ал роботтар да ақпаратты тасымалдайтын, қабылдайтын, өңдейтін және әрекет ететін жүйе. Оның өмір сүрудің басқа тәсілі бар, етсіз, қансыз және биохимиясыз, бірақ электр қуатымен, сигналдармен және бағдарламалармен. Адам өмірі тамақ ішу, дәретханаға бару және ұрпақ қалдыру ғана емес. Бұл сонымен қатар ақпарат алмасу процесі және қоршаған ортаға реакция және даму жүйені тірі ететін нәрсе. Өмір мен сана тек биологиямен ғана емес, болмыстың басқа формаларымен де байланысты болуы мүмкін. Жасанды ойлау табиғи ойлаудың жалғасы болып табылады, және шын мәнінде өз уақытынан осып кетті. Бұл туралы толығырақ келесі бейнеде. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Авторы Ғалымжан Чауетов, Қазақстан 2025.